Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, студенттер. Мәншүк Мәметова атындағы педагогикалық жоғарғы колледжінің дене тәрбиесі және туризм бөлімінің оқытушысы Нұрмағамбетов Медетхан 7 мамыр отан қорғаушылар күні аясында қашықтықтан оқу технологиясына байланысты қашықтықтан өткізгелі отырған ұранды ердің ұрпағы қайсар атты тәрбие сағатымызды тамашалаңыздар. Қазақстан Республикасында 7 мамырда атап өтілетін мемлекеттік мерекеге 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрылды. Дәл осы күні республика аумағында КСРО қарулы күштерінің құрамындағы мекемелер, бөлімдер, құрамалар Қазақстан Республикасының құзыретіне берілді. Біз тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың тыныштығы мен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін дей келе келесі кезекті бейнероликке береміз. Алға Қазақстан! Бұл ұран жауынгерлердің ұлы отанымызға деген мақтаныш сезімін көрсетеді. Және қарулы күштердің барлық әскери қызметшілерінің тәуелсіз еліміздің жан-жақты дамуы мен гүлденуіне қосқан үлестері мен қолдауларын білдіреді. Болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуансы екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетем. Ел халқына шат-шадыман, күлкі мен тыныш өмір сыйлауда әскеріміздің атқарып жатқан қызметтері ұшан теңіз. Армиямыздың айбынын асқақтататын сардарлар мен сарбаздарымызға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Жігіттерімізге амандық, денсаулық тілейміз. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Құрметті қалайық, баршаңызды келе жатқан 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі мамыражай тыныш өмір аталарымыз қалыптастырған берік, бірлік нәтижесінде келеді. Ендеше аспанымыз ашық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деген тілекпен бүгінгі қашықтықтан өткізілген тәрбие сағатын аяқтаймыз. Мамырдың мамыражай күндерімен майда желмен келіп жеткен мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Ардақты